Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі ерекше, өте дәмді грек жаңғағымен жасалатын ореховый пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Үстінен құмшекерімізді салып, осындай силиконовый лопатканың көмегімен немесе кез келген қасық, вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Ешқандай да миксерді қажет етпейді. Тез әрі оңай жасалатын пирогтардың бірі. Жақсылап араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды және де қопсытқышымызды қосып, бастапқыда осындай лопаткамызбен кішкене араластырып аламыз. Кейін қолымызбен қамыр илеп аламыз. Қамырды тоңазытқышқа салмай-ақ бірден осылай илеп алғаннан кейін формамызға жайғастырып, пирогымызды пісіре беруге болады. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма, астына фольга төседім. Қамырымызды салып, жақсылап осылай видеода көрсетілгендей бастапқыда астын жақсылап дүзулеп аламыз. Кейін бортиктарын шығарамыз. Бортиктарының үстің жақтары теп-тегіс әдемі болып тұрсын, осылай қолымызбен басын қараймыз. Үстің жағынан пышақпен де осылай басып шықсаңыз болады. Мен осылай қолмен ыңғайлы. Одан кейін қайтадан түзулеп, бортиктарын жақсылап біркелкі етіп жайғастырып аламыз. Енді пирогтың ортасына салғанға салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай грек жаңғағы қажет болады. Барлық қосылып жатқан заттардың мөлшерін описанияға жазып кететін боламын видеосына. Видеода көрсетілгенде грек жаңғағымызды осындай блендердің көмегімен осылай майдалап алатын боламыз. Егер де блендер жоқ болса, оқтаумен майдалап осылай езіп алуға болады. Енді осыны бірден пирогымыздың үстіне теп-тегіс етіп жайғастырамыз. Енді үстінен осындай сгущенка құятын боламыз. Менде 3 желания сгущенкасы. Сапалы сгущенкаларды қолданғандарыңыз дұрыс болады. Міне барлығын біркелкі етіп үстіне осылай құйып шығамыз. Және де осындай тимей қалған жерлеріне видеода көрсетілгендей формамызды ары-бері қозғалта отыра барлық үстін жабатындай қылып істеп аламыз да, қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Формадан бірден шығармайсыздар, суығаннан кейін барып шығарып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған ақбота, назарларыңызға көп-көп рахмет.